Саламатсыздар ма, құрметті әлеуметтік желі пайдаланушылары. Кітапханамызға келіп түскен кезекті басылымдармен таныстыруды жалғастырамыз. Белгілі адамдарға тиесілі болған кішкентай нәрсенің өзін қасиет тұтып, тірнектеп жинап, аукционға шықса, таласа тармаса алып қалуға тырысатын әдет бар өркениетті елдерде. Бізде керісінше, бар нәрсенің өзін бағалай бермейміз, жоғалған соң барып қана жоқтаймыз, іздейміз. Тәбәрік көріп, тәу етердей сондай бір құнды дүние қосылды қорымызға. Ол ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының домбырасы. Бұл ақжолтай ақпаратпен бөліскен ұлы ағартушының Алматыдағы мұражай үйінің жетекшісі Райхан Имаханбет. Ахмет Байтұрсынұлының қолы тиген жәдігерлер өте санаулы. Сондай дүниелер болып жатса, бізге хабарласыңыздар. Биыл Ахаңның 150 жылдығы деп әлемжелеге жазғанымда менімен бірге Фейсбукте достықта бар Жұмабай Байзақ деген кісі хабарласты, дейді мұражай басшысы. Айтуынша, Жұмабай Байзақ Алаш арысының алыс туысы болып келетін көрінеді. Кезінде Ахмет Байтұрсынұлы ұсталған кезде ол кісінің аталары да қудаланып, Торғайдан сыр еліне өтіп кеткен. Қазір Қызылордада тұрады. Сол кісі мессенджер арқылы Ахаңның домбырасы бар. Ол менің қарындасымның қолында. Қарындасым Алматыда тұрады. Жуық арада өзіне хабарласады, деді Райханға. Содан мұражай қызметкерлерінің кәсіби мерекесі қарсаңында Жұмабай Байзақтың қарындасы, яғни Луиза Әбдікірова аталған жәдігерді әкеліп табыстайды. Оған дейін де хабарласып отырдық. Бұл домбыра сіздерге қалай жетті? Тарихын айтып бересіз ғой дегенімде, ол кісі басында қысылды әкелуге. Көшіп, қонып жүріп, қайда қойғанымды білмедім. Оның үстіне ол домбыраның қадірін сол кезде біз түсінбесек керек. Балалар ойнап бетін сындырды, пернелері жоқ. Күйі онша емес деді. Мейлі қандай күйде болса да, Ахметтік екені рас болса, соның тарихын айтып бізге жеткізсеңіз деп, мен де ол кісінің соңынан қалмадым. Оның үстіне Райханға жеткізіп бер деп, Қызылордадан ағасы қосылып отырды деп баяндайды Райхан жағдайының барысын. Енді домбыра Луиза Әубәкірованың қолына қалай түскеніне келейік. Райхан Имаханбеттің бұл орайдағы айтқаны: Ахмет Байтұрсынұлының Зиялаш деген туған қарындасы Бейісов деген кісіге тұрмысқа шыққан. Олардың Бәкібай деген жалғыз ұлы болған. Бәкібай ұлттық қауіпсіздік комитетінде істеген, чекист. Ахметтің жиені болған үшін біраз қудалау көрген. Луиза 1975 жылы оқуға түсуге келгенде туыс ретінде сол кісілердің үйіне сәлем беруге барған. Айтуынша, Бәкібайдың үйіндегі кітап сөресінде Ахмет Байтұрсынұлының суреті тұрады екен. Бірақ жас қыз Ахметтің кім екенін ол кезде білмейді. Тек былайғы уақытты суреттің беті ашық тұратынын, ал үйге бөтен кісілер келгенде бірден көзден тасаланатынын байқаған. Тағы бірде амандасуға барғанда Бәкібай ағасы: мен осынша уақыт сақтап келдім, ендігі жерде сен сақташы деп, кімдік екенін айтып, оған домбыраны береді. Сонымен бірақ ол кезде Ахметтің аты да, заты да аталмаған. Менің арғаталарым білсе білер, өзім білген жоқпын ғой. Соған онша мән бермеппін. Сөйтіп бұл домбыраның қадіріне жетпеппіз. Ағам айтқаннан кейін сізге әкеліп беруді өзіме парыз санадым, дейді мұражайға келген Луиза. Ахаңның домбырасы тәбәрік көріп, тәу етер құнды дүние атты мақаланы Қазақ әдебиеті газетінің 27 мамырда шыққан 21 санынан оқи аласыздар. Кітап руханият бағының баға жетпес жемісі. Ол қай ғасырда да адамзат тарихында ерекше ардақталып келе жатқан ең басты мәдени құндылық. Ал кітапхана бір ұрпақтың екінші ұрпаққа парыз бен парасат өсиетін жеткізіп отырған қасиетті орталық. Ғасырдан ғасырға адамзат тарихының керуенін сүріндірмей әкеле жатқан шырағы биік білімі мен біліктіліктің, әділет пен адамгершіліктің киелі ордасы. Сондықтан кітапханашы мамандығы туралы бір-екі ауыз сөзбен жеткізу қиын.
Жұрт көп біле бермейтін, көп елене бермейтін, бірақ оқырманның білім қайнарынан сусындауына жан тәнімен қызмет атқарып жатқан кітапханашылардың еңбегі ұшаң теңіз. Кітапханашы білім мен ғылымның, өнер мен мәдениеттің дамуына өлшеусіз үлес қосып, өркениетті елге айналдыруымызға атсалысып келеді. Қасиетті қазынамызды көздің қарашығындай сақтап, насихаттап, ел игілігіне жаратып жүрген кітапханашыларды оқырман қауым аса қажет, абыройлы мамандық иелері деп құрмет тұтады. Қоғамда осындай оқитын әр нәрсенің байыбына баратын, парасатты ортаның қалыптасуы мен дамуына өз үлесін қосып келе жатқан мамандық иесінің бірі Қазақстан Республикасы ұлттық кітапханасының директоры Бақытжамал Қайырбекқызы Оспанова. Тарихқа көз жіберсек, 1954 жылдары үкімет алдында Қазақстанның солтүстік өңірін астықты өңірге айналдыру мақсатында Қостанай өңірінде де тың игеру науқаны басталғанын білеміз. Сол кезеңде бүкіл одақтас республикалар Қазақстанның солтүстік өңірлеріне жұмыс күші көптеп жұмылдырылды. Жер қазақтікі болғанымен, жергілікті халық арасында орыс пен украин ұлтының өкілдері күрт көбейіп кетті. Алтын астықты далада туып өскен талдырмаш қыз орыс мектебінде оқыса да, үлкен әлеуеттен алған тектілік тәрбиесін бойына барынша сіңіріп өсті. Ұлттық намыс пен патриоттық сезім санасына отбасында сіңіп, оны үнемі алға, жарыққа, білім мен мәдениетке жетеледі. Бақытжамал Қайырбекқызы 1962 жылдың 13 маусымында Қойнауы Құт Қостанай облысы Семиозерный ауданы Москалевка ауылында өмірге келген. Болашақ кітапханашы қазақтың осынау келі аймағынан шыққан батырлар мен ел мұраты үшін ғұмырын сарп еткен бабаларымыз жайындағы аңыз әңгімелерді бала жасынан үлкендердің аузынан естіп, көкірегіне түйіп өсті. Қасиетті өлкенің топырағынан түлеп ұшып, барша ұлтымыздың мақтанышына айналған дарынды перзенттерін ол өзіне үлгі тұтып, шығармашылық ретінде жүрегінің төрінде сақтайды. Олар Ыбырай Алтынсарин, Шоқан Уәлиханов, Ахмет Байтұрсынұлы, академиктер Манаш Қозыбаев, Өмірзақ Сұлтанғазин, қазақтың тұңғыш кәсіби мүсіншісі Хакімжан Наурызбаев, ұлттық комедия жанрының атасы Серке Қожамқұлов, барша қазақтың ұрпаққа аманат етер біртуар тұлғалары. Осы киелі өңірінде Қазақстанда кітапхана ісін өркендетуге үлкен үлес қосқан көрнекті қайраткер, ғалым Нәзира Дәулетова дүниеге келген болатын. Нәзира Дәулетованың жолын жалғастырушы еліміздегі ең ірі кітапхананың басшысы Оспанова Бақытжамал Қайырбекқызы екені кездейсоқ емес. Бақытжамал Қайырбекқызы еңбек жолын 1979 жылы Қостанай облысына қарасты Наурызым аудандық кітапханасынан бастаған. Ол 1987 жылдан бері Қазақстан Республикасы ұлттық кітапханасына қатардағы кітапханашы болып орналасып, талмай ізденісімен табанды еңбегінің арқасында ұлттық кітапхана директоры атанды. Руханият бағының бағбаны атты мақаланы Ана тілі газетінің 8 маусымда шыққан 22 санынан оқи аласыздар. Армысың, бармысың, мұңлы қоңыр туған жерім. Тура осы сөзді даланың дана перзенті ұлы Мұхтар Омарханұлы Әуезов осыдан тура 65 жыл бұрын қазіргі 50-де егде тартқандардың әке-шешелерінің, 50-ге жетпегендердің аталары мен әжелерінің алдында өзінің мұңлы қоңыр даусымен тебірене айтып еді. Мен де мұқым саналы ғұмырын Мұхтар Әуезовтың жанкешті өмірі мен жанталас ғұмырына арнаған қалам иесі ретінде бұл сыры мен сыны оқшаулы сөзді сол сағынышпен сіздерге де қадірлі көпшілік қауым тағзым ете отырып жолдаймын. Армысыздар, бармысыздар, бар болыңыздар, жаныма балаған ағайын ел жұрт. Айтар базынам барша қазақ қауымына ортақ болғандықтан да жанымның бір бөлшегіне айналған қазақ әдебиеті газет арқылы назарларыңызға аударғым келеді. Өйткені Ләйлә Мұхтарқызы, егер Әуезовтың аруағын сыйласаңыз, менің өтінішімді орындаңыз деп аманаттап кеткеннен кейін
Күндіз түні жан ұшыра жүріп, іргетасы күлден құйылып, күйреуіне айналған үйден күмбез тұрғызған 10 жылғы өмірім жалаулап өткен ұлы жазушының 100 жылдық тойы барлық жанталасымен, қуаныш сүйенішімен де есімде. Кейде Ләйлә бегімнің сол бір аманатты сөзі есіме түскенде, Әуезовтің әруағының алдындағы парызымды әлі де толық өтемегендей сезінемін. Ой сарасынан өткізіп қарасам, арада ширек ғасыр өтсе де, сол кезде шешіліп кеткенде, не кері шешілгенде, не шешуін әлі күтіп тұрғанда түйткілдер бар екен. Сол аманаттың бір өтеуіндей болсын деп, осы арнауды баршаға жолдап отырмын. Соңғы бір айдың көлемінде ел есінде енді түскендей болған даланың ұлы суреткерінің 125 жылдық мерейтойы қалайда қатардағы қаламгерге жасалған мезірет деңгейінде болмауға тиіс. Себебі дүние ақыл ойында, адамзаттың соның ішінде өз ұлтының пайым парасатын жинап, елдік рухқа тұтастандырып, есімен етек жеңін жинатып, жаңа өркениеттік деңгейге көтеретін ұлы тұлғалар болады. Ондай тұлғаларсыз сол халықтың келешегі тұл. Мақұм дүние жұртының тарихи соның толық дәлелдейді. Сол тұлғалардың өркениетке өз жұртына қосқан ұлы мұраларын талдау арқылы біз өткенімізді талдаймыз, бүгінімізді саралаймыз, ертеңгі күнгі бағыт-бағдарымызды анықтаймыз. Қазақ ұлы үшін Мұхтар Әуезов сондай тұлға. Мұңлы қоңыр туған жерім атты мақаланы Қазақ әдебиеті газетінің 27 мамырда шыққан 21 санынан оқи аласыздар. Шығыстың жарық жұлдызы Ғани Мұратбаевтың 120 жылдығына орай туған жерінде салтанатты іс-шара өтті. Онда аудан әкімі Мұхтар Оразбаев бастаған қонақтар ескерткішке гүл шоқтарын қойып, рухына тағзым етті. Аз ғана ғұмырында соңына өшпестей із қалдырған тұлғаның өмірінен театрландырылған көрініс қойылды. Аудан әкімі қасиетті топырақта дүниеге келіп, тарихи тұлғаға айналған Ғани Мұратбаевтың есімі мәңгілік есте сақталатынын жеткізді. Жастардың көзқарасын өзгертіп, қоғамға жаңа леп, тың идея алып келген Ғани Мұратбаев тек қазақтың ғана емес, күллі Орта Азия халқының жастар көшбасшысы болды. Таланты мен дарыны, талабы мен ынтасы, қайраты мен жігері оны қияға шығарды. Білімімен биік белестерді бағындырды, деді Мұхтар Әуезұлы. Содан соң мерейтойға орай облыс әкімінің арнайы құттықтау хатын ауылдық округ әкіміне табыстады. Бірқатар отбасыға аудан әкімінің алғыс хаты берілді. Айта кетейік, Ғани Мұратбаевтың 120 жылдығына орай футбол, жүгіру, сурет салу және ұлттық спорт түрлерінен жарыстар ұйымдастырылды. Сондай-ақ облыстық ақындар мүшәйрасы мен қолөнер шеберлерінің көрмесі де өткізіліп, жеңімпаздар бағалы сыйлықтармен марапатталды.